Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, сүзбе қосып дайындалатын тәттінің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, сүт, су, ерітілген сары май, шым-шым тұз, дәміне қарай қант және де дрожж салып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттер жылы, яғни бөлме температурасында болуы қажет. Енді аз-аздан ұнымызды сала отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды толықтай ию қанғанша, яғни бір келікі болғанша әбден илеу қажет. Енді осы қамырымызды бетін жауып жылы жерге орап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа қант саламыз және де жұмыртқаның ағын қосып блендермен езіп аламыз. Ал егер сіздерде блендер болмаса, тек вилкамен араластырсаңыздар жеткілікті. Енді ашыған қамырымызды алып, бірнеше майда бөліктерге бөлеміз. Әрқайсысын сәл сопақша етіп жайып, ішіне салмасын салып, шеттерін жабыстырып шығамыз. Формамызға орналастырып болғаннан кейін бетін шамамен 15-20 минутқа жауып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін шеттерін тағы да бір басып шықсаңыздар болады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған духовкаға шамамен 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Осылай әп-әдемі болып қызарып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Шайларыңыз тәтті болсын.